Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сын есім. Сын есімнің анықтамасы заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, иісін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөздер болып саналады. Сұрақтары қандай? Қай? Сын есімнің мысалдары: қызыл, жақсы, әдемі, уайымшыл, сары, ыстық, тәтті, дәмді, тағы басқалары. Басқа да есімдер сыңайлы, дара және күрделі сын есімдер болып екіге бөлінеді. Дара есім бір ғана түбірден, сөзден тұрады. Мысалы, қоңыр, әдемі, күлкішіл, таңғы, ұзын, жақсы деген сияқты мысалдар. Күрделі есімде кемінде екі түбірден, сөзден тұрады. Мысалы, күрең қызыл, қарала, қара сұр, ақ сақалды және тағы басқалары. Күрделі есімдерге кемінде екі, одан да көп түбірден құралған формалар жатады. Ондай есімдер қазіргі қазақ тілінде төрт түрлі: біріккен сөздер, қос сөздер, тіркес құрама сөздер, қысқарған сөздер болады. Алған білімімізді қорытындылау үшін дара және күрделі сын есімдерді бөліп жазыңыз. Өзге де есімдер сыңайлы сын есімде негізгі және туынды сын есімдер болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім құрамын бөлшектеуге келмейтін түбір сын есім, жұрнақсыз, жеке тұрып ақ сандық мағына береді. Мысалы, ақ, терең, сары, кең, жылы, алыс. Ал туынды сын есім түбірге жұрнақ жалғануы арқылы жасалатын сын есім. Жаңа сөздің туы яғни айтатын болсақ, оның мысалдары: сақалды, жазғы, берекесіз, қысқы деген сияқты тағы мысалдар жатады. Сапалық және қатыстық сын есімдер. Сапалық сын есім негізгі түбірі сын есімнің өзінен болып, заттың сынап, түр-түсін тікелей анықтайды. Мысалы, қызыл, ащы, жақсырақ, ащылау, көкшіл, топ-тұщы деген сияқтылар. Қатыстық сын есім заттың сын сипатын басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есімдер. Мысалы, ақылды, өткір, көршілес, сәулетті, айнадай таза, жаңбырлы деген сияқты сөздер жатады. Төмендегі тапсырманы орындаңыз. Туынды сын есімді құраңыз. Яғни негізгі сын есім берілген, туынды сын есімді жазуымыз керек. Сіздермен болған мен, Арсланбек мұғалім. Хош, саламатта болыңыздар.